Келесі 8-ші тапсырманы қарайық. Y тең x плюс 2 еселенген arc катаниясы функциясы белгіленді. Бірінші функцияның графигінің асимптоталарын табыңыз дейді. Бірінші вертикал асимптотасын қарастырайық. Вертикал асимптотасы жоқ. Өйткені үзіліс нүктесі жоқ. Графигін эскизін салып қояйын бұл жерде. Так, вертикал асимптотасы жоқ, өздеріңіз көріп отырсыздар, үзіліс нүктесі жоқ. Енді көбеу асимптотасын байқасақ керек. Y тең kx плюс b түрінде. K-ны жазамыз, лимит x шексіздікке ұмтылған кезде берілген функция x плюс 2 arc катаниясы x бөлінген x. Жеке жазатын болсақ, лимит x шексіздікке ұмтылған кезде бір қосылған 2 arc катаниясы x бөлінген x болды. Бірдің шегі 1-ге тең тұрақты сан, ал мына жерде екінші қосылғышта arc катаниясы x-тің шегі 0-ге тең. Сурет графиктен қарайтын болсақ, x шексіздікке ұмтылған сайын оның мәні x өсіне жақындап барады. Яғни мәні 0-ге жақындап барады. 0-ге ұмтылады. 0 бөлінген 2 сол 0 болады. Сондықтан k тең 1 шықты. Енді b-ны табамыз. b дегеніміз лимит x шексіздікке ұмтылған кезде fx азайтылған kx қой. Яғни x қосылған 2 arc катаниясы x азайтылған x. Бұнда лимит x шексіздікке ұмтылған кезде x пен x жойылып кетеді, 2 еселенген arc катаниясы x қалды. Бұның шегі жаңа айтып өткендей 0-ге ұмтылады, 0 болады. Бұнда көбеу асимптотасы y тең x болды. Сөйтіп, бұл көбеу асимптотасы болды. Көбеу асимптотасы болса, онда горизонталь асимптота болмайды. Бұл сұраққа жауап бердік. Так, екінші сұрақта dy бөлінген dx-ге қатынасы, яғни ол y-тен x бойынша туындады емес. X-тің туындысы 1-ге тең. Қосылған 2 еселенген arc катаниясының туындысы ол минус 1 бөлінген 1 плюс x-тің квадраты. Шардап жазатын болсақ, 1 азайтылған 2 бөлінген 1 плюс x-тің квадраты. Ортақ бөлімге келтіріп жазып қойып, 1 плюс x квадрат. Мына жерде 1 плюс x квадрат минус 2 болады. Онда x квадрат минус 1 болады. Так, үшінші функция графигінің монотонды аралығын анықтаңыз дейді. Бұл аралықты анықтау үшін бізде туындыны 0-ге теңестіріп, экстремум көздерін табуымыз керек. X квадрат минус 1 бөлінген x квадрат плюс 1 тең 0.
Так, бұл жерден енді бөлімін көріп тұрсыз. Бөлім нөлге тең болмайды. Сондықтан алым нөлге тең sayarız. X квадрат минус 1 тең нөл. Бұның шешімі бір түбірі минус 1, екінші түбірі 1. Сан аралығына саламыз. Минус 1, 1 деген. Так, таңба тұрақтылығын анықтаймыз енді. Бұл жерде туындының бөлімін оң сан екені көрініп тұр, x квадрат плюс 1. Сонда таңба алымына ғана тәуелді болады. Сондықтан минус 1-дің арасы. Немесе туындының орнына апарып қойсаңдар да болады. Нөлді қояйық. Нөлді қойсақ минус болады, онда екі жағы плюс болады. Сонда бізде егер туындының таңбасы бұл жерде x-тердің мәнін қойған кезде бастап функцияға қойып жүрмеңіздер, туындыға қоясыздар. Туындының таңбасы. Туындының таңбасы оң болған аралықта өспелі болады, теріс болған аралықта кемел болады. Сонда бізде x тиісті минус шексіздіктен минус 1-ге дейін бірігуі 1-ден плюс шексіздікке дейін функция өспелі. Былай жазып қояйық. Алдыңғы пункттермен бөліп қояйық. Шатаспас үшін. Ал x тиісті минус 1-мен минус 1-мен 1-дің арасында функция кемел.